Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай ерекше дәмді дәрумендерге бай жемісті шай, яғни айсти шайын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады апельсин, лимон, алма, каркаде шайы және шекер и бал керек болады. Және осындай мята керек болады. Ең алдымен ыдысымызға каркадемізді саламыз және қайнап тұрған 1,5 литр су құямыз. Қайнап тұрған болуы шарт. Енді шекерімізді салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып, үстін жауып, салқын жерге қоямыз. Кішкене суытып алуымыз қажет. Енді біздің каркаде суымыз суығанға дейін жемістерімізді турап аламыз. Ол үшін апельсинімізді дәл осындай ортасынан бөліп, видеода көрсетілгендей ұсақтап турап алатын боламыз. Бізге апельсиндің жартысы ғана қажет болады. Енді таза ыдысымызға апельсинімізді саламыз. Енді мятамыздың 5-6 жапырағын салатын боламыз. Мен 2 түрлі алма қолдандым, ал сіздер бір түрлі алма қолдансаңыздар да болады. Енді қызыл алмамызды видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Алмамызды турап алдық, енді ыдысымызға саламыз. Енді дәл осындай жасыл алмамызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Достар, жаздың күнінде өте дәрумендерге бай, салқын, өте дәмді шай болады. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Енді лимонымыздың жартысын бөліп алып, жемістеріміздің үстіне сығып шығатын боламыз. Енді балымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған жемісімізді дәл осындай графинге саламыз. Енді жаңағы суытып алған каркадемізді үстінен құямыз. Мұздай болуы қажет емес. Сәл суыған болса жетеді. Және үстін жауып, мұздатқышқа 1-2 сағатқа салып мұздатып аламыз. Дәл осындай көріністе болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте пайдалы сусын болады. Сіз бұл сусынды дайындап ішетін болсаңыз, магазиндің шайларын ішпейтін боласыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Және қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыз. Ал сіздерге сәттілік, достар.